Еңбек кодексінің 10 бабына сәйкес, еңбек қатынастары сонымен және те еңбек қатынастарымен тығыз байланысты қатынастар еңбек шартымен реттеледі делінген. Сондықтан еңбек шарты жазбаша нысанда жасалуы тиіс. Егер де жұмыс беруші заңды білместен немесе заңды бұзуға жол беріп, еңбек шартын жазбаша нысанда жасамайтын болса, еңбек қатынастары пайда болды деп есептелінеді. Себебі еңбек қатынастары жұмыскер өзінің еңбек функциясын жүзеге асыру үшін еңбек орнына өткізілген жағдайда еңбек қатынастары пайда болды деп есептелінеді. Сондықтан да егер еңбек даулары туындайтын болса, сіздер ертең еңбек шартын жазбаша нысанда жасалмаған фактілер болған жағдайда сотқа жүгінген кезде еңбек қатынастары пайда болды деген фактіні растауға қиындық түсуі мүмкін. Бірақ жұмыс орнында егер де сізбен жазбаша нысанда еңбек шарты жасалмайтын болса, еңбек шартының жазбаша нысанда жасалуын талап етулеріңіз керек. Егер де сіздердің жұмыс орындарыңызда еңбек даулары пайда болатын кезде, немесе сіздің жұмыс берушіңіз еңбек құқықтарын, жұмыскерлердің еңбек құқықтарын бұзуға жол беріп жатса, сондай фактілер болып жатса, сіздердің ұжымдарыңызда кәсіподақтар бар болатын болса, осы кәсіподақтарға мүше болып кіруіңізге мен жалпы өз басым сіздерге сондай ұсыныс жасаймын. Егер де кәсіподақ болмаған жағдайда, бұл кәсіподақты құруға сіздер атсалысуларыңыз керек, себебі барлық ұжым болып еңбек құқықтарын қорғауға жаңағы іс-әрекет жасауымыз керек. Бұның барлығы республикалық деңгейде еңбек қатынастарының қорғауын, еңбек қатынастарының мәдениетін қалыптастыратын іс-әрекет деп есептеймін. В прошлом году у меня дом сгорел. Былтыр үйім өртеніп кетті. Бәрі отқа жанып, түк қалған жоқ. Балалардың киімдері, біздің киімдеріміз, заттарымыз, үйдің ішінде не болды, бәрі өртеніп кетті. Тіпті балаларымды мектепке жібере алмай қалдым. Міне, осындай қиын қыстау жағдайда ұстаз кәсіподағы маған көмек қолын созды. Ақшалай жәрдем беріп, ауыртпалығымды бірге көтерісті. Сол үшін де ұстаз кәсіподағына алғысым шексіз. Біздің балабақшамыз 2017 жылы күрделі өткізу жұмысына жабылған кезде қалалық ұстаз кәсіподағы ұйымы көмек көрсету арқылы қызметкерлерге айлықтық есептік көрсеткіш арқылы жалақыларын төледі. Егер де жұмыс орында жұмыс беруші өзінің бастамасы бойынша еңбек шартын бұзғысы келіп, бұл 52 бапқа сәйкес, және де 53 бапта көзделген процедураларды дұрыс өткізбейтін болса, осының барлығы еңбек қатынастарында туындайтын жеке еңбек дауларының кеп соғуына әбден мүмкін. Сондықтан да осындай фактілер туындаған кезде бізде 4 әдіс бар. Еңбек құқықтарын қорғаудың 4 әдісі бар. Бұл жеке қорғау, бұл кәсіподақ арқылы қорғау, бұл еңбек заңнамасын қадағалау және те еңбек заңнамасын бақылауды жүзеге асыратын органдар арқылы, және те 4-ші әдіс болып, бұл сот арқылы. Жалпы еңбек дауларын, жеке еңбек дауы туындаған кезде біз жұмыс орында осы дауды шешуге жалпы бәріміз атсалысуымыз керек. Егер де сыртқа шығармай, сотқа жүгінбей, прокуратураға жазбай, осы локальды түрде жұмыс орында шешуге тұрысуымыз керек. Себебі басқа жаққа барған кезде еңбек қатынастары әрі қарай дамый ма, дамымай ма, еңбек қатынастары жалпы жұмыскер мен жұмыскердің ара қатынасы бұзыла ма, бұзылмай ма деген сұрақтар туындауы мүмкін. Сондықтан да менің өтінішім, менің жаңағы ұсынысым ретінде қабылдасаңыздар болады. Жалпы еңбек қатынастарын туындайтын еңбек дауларын кәсіподақ арқылы қорғауды мен сіздерге ұсыныс ретінде айта аламын. Кәсіподақты құру керек, кәсіподаққа кіру керек.